Сәлем достар! One Piece'тағы ең қауіпті адам ол Маршал Дитич емес, тіпті Шанкс та емес. Ол Иму-сама. Ең қорқыныштысы, әлем оның бар екенін де білмейді. Бірақ дәл осы адам бүкіл әлемді көлеңкеде басқарып отыр. Тіпті кейбір аралдар оның бұйрығымен картадан жойылып кеткен болатын. Ұзақ уақыт бойы One Piece әлеміндегі ең үлкен билік Гараси деп ойладық. Өйткені бүкіл әлем үкіметі оларды тыңдайды. Адмиралдар бағынады, тіпті патшалар да олардан қорқады. Бірақ кейін анимеде бәрін өзгерткен кадр пайда болды. Біз көлеңкеде отырған жұмбақ адамды көрдік. Ол Иму. Ең қызығы, әлем үкіметінде ешкім тақта отырмау керек. Себебі бәрі тең болуы тиіс. Бірақ Иму жалғыз өзі тақта отыр. Демек, шынайы билік дәл соның қолында деген сөз. Неге Гарасилер оған тізе бүкті? Гараси әлемдегі ең беделді адамдар. Бірақ олар Имудың алдында қарапайым қызметкер сияқты сөйлейді. Бұл өте маңызды деталь. Себебі One Piece'та ешкім ешкімге оңай бас имейді. Ал Гарасидің өзі Имудың алдында қорқып тұрғандай көрінеді. Бұл оның күшінің қандай теңдессіз, біз ойлағаннан да жоғары екендігін көрсетеді. One Piece әлемінде 100 жылдық жоғалған тарих бар. Оны Void Century дейді. Ең қызығы, бұл тарихты зерттеуге тыйым салынған. Тіпті Ахара ғалымдары осы шындықты іздегені үшін өлтірілді. Әлем үкіметі неге сонша қорқады? Өйткені бұл тарихта Иму туралы шындық болуы әбден мүмкін. Сондықтан ол шындықты жасыру үшін қарапайым адамдардың барлығын, осын зерттегендердің барлығының көзін жойып отырды. Joy Boy ең жұмбақ кейіпкерлердің бірі. Ол жай адам болмаған. Көп теорияларға қарағанда ол бұрын әлемді өзгертуге тырысқан. Ал Иму сол өзгеріске қарсы тұрған адам болуы мүмкін. Яғни Joy Boy бостандық, ал Иму бақылау болуы мүмкін. Сондықтан олардың арасындағы соғыс 800 жыл бұрын басталған болуы мүмкін. Бұл тек қана менің өз ойым. Ди кланы неге қауіпті? Маршал Дитич, Рокс Дэшебек, Луфи, Гарп және де оның әкесі Монкей де Драгон. Осылардың барлығының аттарында Ди әріпі қолданылған. One Piece'та әлем үкіметі Ди кланынан қорқады деген қауесет бар. Барлығының атында Ди бар. Коразон бір кезде Ди адамдары құдайлардың жауы деген. Ал Иму өзін құдай сияқты ұстайды. Демек, Ди кланы бұрын Имуға қарсы тұрған адамдардың ұрпағы болуы мүмкін. Не болмаса, Ди кланның негізгі миссиясы Имуға, яғни құдайға қарсы шығу болуы да ғажап емес. Шанкс неге күдікті? Шанкс Гарасилермен кездескенде ешкім оны тоқтатпады. Бұл өте күмәнді, себебі қарапайым пират Мариджоаға кіре алмайды. Бірақ Шанкс емін-еркін кірді. Тіпті Гараси саған уақыт бөлеміз деп сөйледі. Демек, Шанкс туралы біз білмейтін үлкен бір шындық бар. Алдағы болатын лафтайл аркаларында біз осы Шанкс пен Гарасилер арасындағы шындықты білуіміз әбден мүмкін. Көп фанат теориясында Иму 800 жылдан бері тірі делінеді. Себебі оның есімі өте ескі. Ол тарихты толық біледі. Void Century туралы бәрін ол жасырады. Егер бұл рас болса, Иму One Piece'тағы ең ескі және ең қауіпті адам болып саналады.
ол құдіретті адам және ол өлмес күшке ие болуы да мүмкін. One Piece қазынасы. Роджер Лафтайлға жеткенде неге күлді? Бұл өте маңызды. Егер One Piece жай алтын болса, ол күлмес еді. Мүмкін One Piece әлемнің шынайы тарихы шығар. Сондықтан Иму оның табылғанын қаламайтын болар. One Piece'тағы ең қорқынышты күш ол хаки емес, Йонка емес, ежелгі қарулар да емес. Бұл шындық. Иму, Void Century, Joy Boy, D кланы, Шанкс бәрі бір-бірімен байланысты. Ал ең қызығы, біз әлі толық шындықты білмейміз. Ал сен қалай ойлайсың? Иму шынымен кім? Ол адам ба? Әлде 800 жылдан бері түрі тұрған құбыжық па? Пікірге өз ойыңды жаза кет. Және де біздің YouTube каналымыздан басқа да аниме туралы видеоларды көрсең болады. Қазақша контентті қолдап кет. Біз сенімен біргеміз. Ендеше видеомыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.